Еді улачық, ве телефон ақында масал. Бір көйде ечкі яшаған. Оның 7 балачығы, 7 улачығы бар екен. Ечкі сүт алмақ үшін базарға шыққан. Улачықлары ise evde yalnız қалғанлар. Ечкі ана балачықлары ondan gayrı kimsеге қапыны açmasınlar деп, оларны пек серттен биелеген. О улачықларға қапыны не вақыт açmaға мүмкін olғанны böyle öğretken. Мен сүт алып қайтқан соң, қапы янында йырлайжам. Қапы көзчігіне бақыңыз, ве тек мені көрген соң қапыны açыңыз. Күнлерінің бірінде ечкі сүт алып қайтқанда, өз еріні йырламаға башлаған. Улачықлар, балачықлар, қапы көзіне бақыңыз, келетіні сіз açыңыз. Анаңыз келді, татлы сүт кетірді. Анаңыз келді, татлы сүт кетірді. Улачықлар әр şeyini аналары айтқаны кебі япқанлар. Анасының сесіні таныған соң, оны қапы көзчігінден көргенлер, ве тек бұндан соң қапыны açқанлар. Шу арада чалыларда қашқыр отырып, ечкі йырлаған ерінің сөзлеріні ақлында тұтмаға тырышқан. Екінші күні ечкі сүт алмаға кеткенінен, қашқыр ечкі evінің қапыларына келген ве өз қабасесінен оның еріні йырламаға башлаған. Улачықлар, балачықлар, қапы көзіне бақыңыз, келетіні сіз açыңыз. Анаңыз келді, татлы сүт кетірді. Анаңыз келді, татлы сүт кетірді. Улачықлар қашқырның қабасесіні ешітіп, қапы көзчігінден баққанлар ве о ечкі олмағаныны анлап сесленгенлер. Кет, қашқыр, сана қапыны açмамыз. Қашқыр улачықларны айнежелекнен енмеге істеген. О деміржеге чапып, оңа ечкеде кебі инже сес yapmasını rica etken. Деміржі еңсесіні қашып, қашқырның рижасыны еріне кетірмеге тырышқан. Қашқыр кене ечкінің evіне чапып, оның инже сесіне пек ошаған сеснен йырламаға башлаған. Улачықлар, балачықлар, қапы көзіне бақыңыз, келетіні сіз açыңыз. Анаңыз келді, татлы сүт кетірді. Анаңыз келді, татлы сүт кетірді. Улачықлар таныш сес ешітіп, қуванған ве қапыны açмаға істегенлер. Амма қапы көзчігіне бақмаға керек олғаныны хатырлап, баққанларда қашқырны көргенлер. Улачықлар қорқып, не япайық деп түшінгенлер. О заман күчік улачық деген. Ечкі анамызға телефон açып, қапымызда қашқыр олғанын айтмақ керек. Епісі қуанған. Ama birazdan kene kederlengenler. Çünkü anasının telefon numarasını kimse hatırlamagan. Şu arada büyük ulaq bir ulacığının urbasında raqam yazılganına dikkat etken. Büyükten başlap, "Epiniz sırağa turunuz," dep emir bergen büyük ulaq. Urbamızdaki raqamlardan nasıl nomer olacağına bakayıq. Ulacıqlar birlikte bir sırağa turganlar. Büyük ulacık urbalarının üstündeki nomerge telefon açıp trubkada ечкі anasının sesini eşitken.
Якын вакытта эчки көйдеки эң сайгылуу болгон Аювнин evнин капысына чапып келген. Аюв кашкырга серт бакып: «Кашкыр, evde бүйүклөрдүн кимсе болмаганда сен мында не япасың?» Кашкыр коркудан калтырамага башлап, афу сураган. Аюв кашкыр эчкинин evi янында ичбир вакыт көрүнмесин деп эмир берген ве кашкырны незакет дерслерине жоллаган. Эчки ве улачыклар исе эскиси кеби ве да жакшы жашамага башлаганлар. О замандан бери улачыклардан эч кимсе эчкинин телефон номерасын унутмаган. Я сен ана бабаларыңнын телефон номерасын билесиңби? Оны акылында тут, яда бир кагытка яз. Эр вакыт саңа ана баба берген насихатларны диңле ве яп. О заман сенде эр şey жакшы болур.